Келесі 672 есебіміз. Жаттығуда 80 сөз бар. Жаттығудағы барлық сөздердің 4-тен бірі зат есімдер. 10-3-і етістіктер. Қалғаны әртүрлі сөз таптары. Жаттығудағы зат есім неше сөз, етістік неше сөз, қалған сөз таптары неше сөз дейді. Бірінші 80 санының 4-тен бірін табамыз. Ол бізде зат есімдер. Қысқартайық 4 санының өзіне, сонда 20 болады, 20-ны бірге көбейтсек 20 болады екен. Сонда 20 зат есім болады. Енді осы 80 сөздің 10-3-і етістік. 10-3-і. Қысқартайық 10 санына 8 болады. 8-ді 3-ке көбейтетін болсақ 24 болады. 24 бізде етістік. 24 сөз етістік болады екен. Қалғаны әртүрлі сөз таптары. Енді қалғанын білу үшін 80-нен азайтамыз зат есімдер, азайтамыз етістіктерді, одан қалғаны сонда әртүрлі сөз таптары болады. Сонда азайтсақ 36-ға тең болады. Сонда 36 әртүрлі сөз таптары екен. Келесі 673 есебіміз. Тік төртбұрыштың ені 4,5-1 сантиметр. Ені бізде 4,5-1 сантиметр. Ал оның ұзындығының 2-ден 1-ін дейді, яғни жартысындай дейді. Ұзындығын табу үшін біз 4,5-ден 1-ді бөлеміз 2-ден 1-ге. Аралас санды бұрыс санға айналдырып алайын. 5, 21, 2-ні алымына шығарамызда бөлшектің бөліне 1-ді түсіреміз. Сонда 42 бөлінген 5 болады. Так, бұрыс бөлшекке айналдырып жазатын болсақ, 8,5-ден 2 сантиметр бұл ұзындық. Енді бізде есептің шартында тік төртбұрыштың периметрін тап деген. Периметрі тең А қосылған Б, яғни ені мен ұзындығын қосып 2-ке көбейтеміз. Сонда 8,5-ден 2 қосылған 4,5-ден 1 көбейтілген 2 тең. Бүтін бөліктерін қосатын болсақ 12-ке тең, бөлшектің бөлімі 5-ке тең болады, алымы 3-ке тең болады. Көбейтілген 2 тең. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазып аламыз. 5, так, 60-қа тең 63 болады. Көбейтілген 2 тең. Сонда бөлшектің бөлімі 5-ке тең болады, алымы 126-ға тең болады екен. Так, бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, ішінде 2 рет бар, 5 рет бар, қалдығы 1, бөлшектің бөлімінде 5-ке тең болады. Сонда периметрі 25,5-ден 1-ге тең. 674 есебіміз. 3 санның қосындысы 324-ке тең. Бірінші сан қосындының 9-дан 4-іне тең дейді. Екінші сан 6-дан 1-сіне тең. Үшінші санды тап дейді. 324-тің бірінші саны 9-дан 4-іне тең. Сонда 324 санының 9-дан 4 бөлігін табамыз. Тең. Қысқартатын болсақ 36-ға тең. 36 санын 4-ке көбейтетін болсақ 144-ке тең болады. Бұл бізде бірінші сан. Енді екінші санды табу үшін 324-тің 6-дан 1 бөлігін табамыз. Қысқартайық. Так, 6 санына 54 болады. 54-ті 1-ге көбейтсек 54 санын. Бұл бізде екінші сан екен. Ал үшінші санды табу үшін, енді үшеуінің қосындысы бізде 324-ке тең еді ғой. 324-тен азайтамыз бірінші сан мен екінші санның қосындысын. Сонда нәтижесі тең болады бізде 324 азайтылған 198.
Сонда жауабы тең болады екен 126-ға. Үшінші санымыз 126-ға тең екен. Келесі 675-ші есебіміз. Марат барлық ақшаның 7/5-іне кітап сатып алғанда, оның 50 теңге ақшасы қалды. Алғашқыда Маратта қанша ақша болды дейді. Бастапқы ақшаны 1 деп алайық, 1-ден азайтайық, 7-ден 5-ті. Бір санын 7-ден 7 деп аламыз да, 7-ден 5-ті азайтамыз. Сонда нәтижесі 7-ден 2-ге тең болады. Бұл қандай бір суманың 7-ден 2 бөлігі 50 теңгеге тең болып тұр дейді. Сонда оны білу үшін бастапқы суманы 50-ді бөлеміз 7-ден 2-ге тең. Сонда 50 көбейтілген бөлшектің бөліміне 2-ні түсіреміз, 7-ні алдына шығарамыз. Қысқартайық 25. 25 санын 7-ге көбейтетін болсақ, 175-ге тең болады. Сонда бастапқыда 175 теңгесі болған екен. Келесі екіншісі, турист барлық жүруге тиісті жолдың 12-ден 7-сін жүргенде межелеген жерге дейін 85 километр қашықтық қалды. Туристер неше километр қашықтыққа баруды межелеген еді. Бастапқы жолды 1 деп қарастырайық. 1-ден азайтамыз, 12-ден 7 тең. Бір санын 12-ден 12 деп жазып аламын да, 12-ден 7 дейік. Сонда бөлшектің бөлімінде 12 қалады, 12-ден 7-ні азайтсақ 5-ге тең болады. Яғни 12-ден 5 бөлігі қалған екен. Енді межелеген жерге дейін 85 километр қашықтық қалды. Сонда 85-ті бөлеміз 12-ден 5. Сонда 85 бөлшектің бөліміне 5 түседі, алымына 12 шығады. Қысқартайық 5 санына 17. 17-ні 12-ге көбейтсек 204 километр шығады екен. Сонда турист 204 километр қашықтыққа баруға межелеген екен. Келесі 676-шы есептің біріншісін шығарайық. 3-тен 2-ның 10-9-ын табыңыз. Яғни 3-тен 2 санының 10-9 бөлігін табу керекпіз. Бөлшектің бөлігін табу үшін көбейтеміз. Сонда 3-тен 2 көбейтілген 10-9 тең. Қысқартамыз, 3 санына 3 болады, 2-ге қысқартсақ 5 болады. Сонда 5-тен 3-ге тең болады екен. Сонда 3-тен 2 санның 10-9 бөлігі 5-тен 3-ге тең екен. Келесі екіншісі, 9-дан 4-тің 16-дан 3 бөлігін табайық. Көбейтеміз. Қысқартайық, 4 санына 4 болады, 3-ге қысқартсақ 3 болады. 3-ті 4-ге көбейтетін болсақ 12 болады, алымда 1-ге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 12-ден 5 көбейтілген 5-тен 3. 5-ге қысқартып жіберсек 1 болады, 3-ге қысқартатын болсақ 4 болады. Сонда 4-тен 1-ге тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 15-тен 8 көбейтілген 4-тен 3 тең. 3 санына қысқартатын болсақ 5 болады, 4 санына қысқартатын болсақ 2 болады. Сонда 5-тен 2-ге тең болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 8-ден 3-тің 5-тен 4 бөлігін табу үшін қысқартамыз. 4 санына 2 болады. Бөлшектің бөлімінде 10, алымда 3-ге тең болады екен. Келесі 6-шысы, 25-тен 14-тің 7-ден 5 бөлігін табу үшін көбейтейік. 5 санына қысқартамыз, 5 болады. 7 санына қысқартатын болсақ 2 болады. Сонда 5-тен 2-ге тең болады екен.